Мамандардың мәліметінше, өрттің жиі шығуына себеп болатын үш жағдайдың біріншісі өрт қауіпсіздігін сақтамау болса, екіншісін үй жағдайында қолданылатын электр жабдықтардың дұрыс монтаждалмауы, ал үшінші себеп пешті қолдануда өрт қауіпсіздігін сақталмауы. Күн суытып жылу беру маусымы басталған кезден жекеменшік үйлерден шығатын өрттердің саны да көбейе түседі. Всем нам известно, что при топке печи у нас стены печи нагреваются. Пешті қолдануда оның қатты қызатын белгілі. Пештің қабырғасының қатты суы жанғыш заттарға жақын тұрса өрт шығу қаупін тудырады. Сондықтан жылу маусымы алдында пештер мен олардың мұржаларының дұрыстығын тексеріп алу керек. Ең бастысы пеш пен оның мұржасында жаршақтар болмауы керек. Егер болса, оны цементте әктеп қою керек. Міндетті түрде шатырда тез жанатын заттардың жиналмауын тексеру қажет. Кейде тұрғындар мұржаның қасында тез жанатын заттарды жинап қоюға әдеттенген. Қыс мезгілінде адамдардың пештен иістеп қалатын жағдайларда жиі кездеседі. Мұндай келеңсіз жағдайларын алу үшін мұржалардың дұрыс тартатындығын тексеру қажет дейді мамандар. Потому что мы знаем, что угарный газ он не имеет. Иіс газының иісі де түсі де болмайтынын білеміз. Тек адамдар иістегендегі жағдайы нашарлағанын біле алады. Әлсіреп бас ауырып, айнала бастаса иістеудің белгілері. Мұндай жағдайда бірден терезе есіктерді ашып, сыртқа шығу қажет. Мұндай жағдайдың болдырмау үшін жылу беру маусымы алдында мұржаларды тексеріп алу керек. Ең басты талап от жағатын пештер бақылаусыз қалмауы тиіс. Пешті жағуға бензин, керосин секілді тез тұтанатын заттарды қолдануға да тыйым салынады. Өйткені ойламаған жерден жарылыс болу немесе адамның өзі жарақат алуы мүмкін. Мұнымен қатар пештің құрылысына мән берілуі тиіс. Өртті бақылау қызметі мамандары кірпіштен қаланған пештерді ағаш еденге орнатуға болмайтындығын да ескертеді. Бывают случаи у нас такие, что приезжаем, вызывают пожарных. Өйткені өрт дабылы арқылы бізді шақырып жатады. Барғанда от пештің астынан шығып жатады. Байқасақ пеш еденге орнатылған. Бұлай жасауға болмайды. Кірпішке болмаса бетонға пеш орнатылуы тиіс. Және әр пештің алдында темір салынуы тиіс. Мамандардың мәліметінше қалада пешті қолданудан жылына 20 шақты өрт шығып жатады екен. Биылғы жылдың басынан осындай 11 жағдай тіркеліпті. Ал 2015 жылы 17, 2016 20 өрт пешті қолданудан шығыпты. Осындай бақытсыз жағдайлардың алдын алу үшін өрт бақылау қызметінің мамандары теміртаулықтардан өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Керек солай қарауға бәрі, щоб пожардар болмасын, бәрі осылай керек, байқап жүрсін. Конечно, нужны, потому что сколько пожаров происходит в частных секторах. Некоторые не соблюдают технику безопасности, поэтому и сгорают дома. У кого печное отопление, за этим нужно очень внимательно следить.